Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз пернетақтамен танысу. Еске түсірейік, пернетақтаның қызметі қандай? Бүгінгі сабақта үйренетініміз пернетақтадан спрайтты басқаруды ұйымдастыру. Пернетақта компьютерге ақпарат енгізуге арналған құрылғы. Пернетақта пернелері атқаратын қызметіне қарай топтарға бөлінеді. Функционалдық пернелер, қосымша пернелер, басқару пернелері, енгізу пернелері, бағыттаушы пернелер және сандық пернелер. Scratch программасының тағы бір мүмкіндігі бар. Бұл спрайтты пернетақтадан басқаруға арналған командалар. Олар сенсорлар блогында орналасқан. Пернетақтадағы бағыттаушы пернелер арқылы спрайттарды басқарып қозғалтайық. Ол үшін спрайт ретінде қыздың, сахнаға фон ретінде мектептің суретін алайық. Программада спрайт бағыттаушы пернелер арқылы жоғары төмен қозғалады. Назар аудар, спрайт аударылып қалмау үшін оны бас, инфо мәзірі ашылады. Ондағы айналу стиліне мына белгіні таңда. Білгенге маржан, біз қолданып жүрген пернетақтаның орналасуы кверти деп аталады. Бұл макетті Кристофер Шоулз ойлап тапқан. Енді балалар жұмыс дәптерлеріңізді ашып тапсырма орындаймыз. Ізден орында. Суреттің атауы мен батырмалардың қызметін жаз. Ойланып орында. Спрайтты пернетақтадан басқаратын блоктың түсі қандай? Ұяшықты сол түске боя. Сөзді тап, ребусты шеш, шыққан сөзбен сөйлем құрастырып жаз. Компьютермен жұмыс, тапсырмаларды орында. Спрайттар кітапханасынан сахнаға фон мен кейіпкер таңда. Келбет, қозғалыс блоктарын пайдаланып, спрайтты сөйлетіп, қозғалысқа келтір. Пернетақтадан спрайтты басқару үшін сенсорлар блогын пайдалан. Спрайт бағыттаушы пернелер арқылы оңға, солға қозғалатындай программаны жалғастыр. Пернетақтадағы бағыттаушы пернелер арқылы спрайттарды басқарып қозғалтуға болады. Программада спрайт бағыттаушы пернелер арқылы оңға, солға, жоғары, төмен қозғалады. Осымен балалар, бағдаршам арқылы сабағымызды қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.